бір дорба асық. Поезд Одар станциясынан өтісімен-ақ Шонай шалдан маза кете бастады. Оны-мұнысын қоржынына салып, шапанын иығына іліп, терезе алдына келіп, шоқша сақалын умаждап, шоқиып отырып алды. Алматының төбесі әне-міне көрінетіндей-ақ арық мойнын алға созып қарай береді. Жол серігі Айымжан дейтін қыз бала. Елдегі ұлман ақсақалдың Алматыда оқитын қызы. Бетінен иман нұры төгілген бір әдепті бала екен өзі. Әйтеуір Жолшыбай Шөкеңді шайдан тарақтырған жоқ. Қазір жоғарғы текшеде поезд ырғағына тербеліп, кітап оқып жатыр. Шонай имеңдеген ұзын бойлы, ірі сүйекті өңкиген қара шал. Үстіне киетін шапаны да ұзын. Оның белін орамалмен буып алады. Көршілес Қарақалпақ, Өзбек, Түрікпен шалдарынан үйренген әдеті. Шонайдың туған жері үсті болғанымен ес біліп, етек жапқан жері Қарақалпақтың Шоманай, Қоңырат аудандары. Қазір де сол елден келеді. Бағыты Алматы. Сонда адам болған ұлы тұрады. Сағынып келе жатқаны, бірақ ол емес. Анау Едіге дейтін 7 жасар немересі. Сол жаманы алдан қол бұлғап тұрғандай тынышы кетіп, мойнын созып терезеге қарай береді. Әй күшік-ай, дейді немересінің кейбір сүйкімді қылықтарын еске алып. Жазға салым бұл, елге жүрейін деп жатса, ата деп балпылдап, жан қалтасына әлденені тыққыштап жатыр. Әй, бұның не десе, немересі, бұл қалта, ауылдан асық алып кел дейді. Екі беті томпиып, ерні салбырап кетіпті. Әй күшік-ай. Шонай 6 ай жаз Қоңырат, Ожелі, Шоманай, Нөкістегі ағайын, жекжаттарды аралап, қонағасы жеген сайын асығын әлгі немересі беріп жіберген кішкентай қалтаға сала берді. Ол қалта жаз аяғына таман толған. Қазір қоржын түбінде жатыр. Қалта толы асықты қолына ұстата салғанда немересінің төбесі көкке бір-ақ жетері сөзсіз. Жол жақын қалған сайын поездың жүрісі өнер емес. Шонай қарт Алматыдағы жалғыз ұлы Тоқтасынның қолында тұра бастағалы көп болған жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын Қылтамақтан кемпір қайтты да, Қоңыраттағы қаңыраған 4 бөлмелі үйде Шонайдың соқа басы сопайып жалғыз қалды. 95 көрем деген жасым беді, баламық, ішем деген асым беді дегендей, сөйтіп бір қиын күн туды басына. Ұлы мен келіні кемпірінің 40-ы өтпей жатып-ақ, бұны сонау қияндағы Алматыға көшіріп әкетеміз деп қиғылықты салғаны. Көрмеген жер көрістан. Алматыға алда-жалда көшем-ау деген ой боп па екен Шонайда. Табандап отырып алды. Оу, қара орман елден шығып, қартайғанда қайда қаңғырмақ. Марқұм Рәуіш екеуі тірнектеп жүріп жинаған мал-мүлкін, даңғыраған қара шаңырағын қайда тастамақ. Қалай үгіттесе де көнбеді. Тапжылмады. Тек ұлы мен келіні кішкентай Едігені қолынан жетектеп, ауылдан алып шыға бергенде ғана сыр білдірді. Көзіне жас айналып, шаңырағының ортаға түскенін сонда байқады. Жаман немені кемпір екеуі ес білгелі бауырына басып өсіріп еді. Қозғалып жүре берген поезд, бейне бұның жүрек етін жұлып әкетіп бара жатқандай көз жасы сақалын жуып еді сонда. 3 күн одай жастығын құшақтап төсегінен тұрмады. Елші алтын бесік деген Шонайдың қапаланып жатқанын біліп, көрші қолаң, жақын жуықтың аяғы үзілмей, біреуі шайын қайнатып, біреуі пешін жағып, біреуі үйін сыпырып, қарасып жатты. Бір үйде қазан көтерілсе, қонаққа алдымен Шонай шақырылады. Бірақ қанша айтқанмен өз отбасының қаңғыр күңгіріне не жетсін. Шонай кемпірін Рәуіш 63 жасында қайтқан еді. Көзінің қарашығында Едігені ойлай-ойлай үш құстап, күйі төмендеуге айналды. Қатар құрбыларының қой кемпір ал, ең болмаса суыңды жылытып, шайыңды қайнатып беретін біреу керек қой. Енді қанша ойланғанымен Рәуіш қайтып келмес, тірілігін істеген абзал, деп кеу-кеулегеніне құлақ асып отырғанмен, оңаша қалғанда ойлайтыны марқұм Рәуіш. Рәуіштен кейін қалып, бүйтіп қартайғанда жалғыздық көрем-ау деп ойламаған екен ешқашан. Бір үйдің шаруасын бас қосқалы дөңгелентіп келе жатқан Рәуіш бүйтіп ерте кетеді деп кім ойлаған? Бұл жазмышқа не дауа? Сөйтіп жүріп, Шонай сырқатқа ұшырады.
Басының қаны таситынды шығарды. Бір күні сұп-суық үйінде төсегінен тұра беріп, мұрттай ұшып, құлап та қалды. Жалғыздың халі мөшкіл екенін сонда ұқты да шошыды. Қолындағы жалғыз аты мен бұзаулы сиыры, 5-10 қойы көздері жаудырап қараусыз қалды. Алдан қылышын сүйретіп қыста келе жатыр еді. Көршілері телеграммамен дереу Алматыдағы ұлын шақыртты. Тоқтасын келгесін үйді, малды, мүлікті көрші қолаңға көтере саттырды. Тоқталсын ырғап-жырғап, бұның дүниесін бұлдап сатуға көнбеді. Уақыты тар, содан Шонай көрмеген жері Алматыдан бір-ақ шықты. Үйлері 5-ші қабатта. Түсіп шығуы ақ мұң. Ермегі едіге, ертеден кешке дейін сонымен сөйлеседі. Бұл ертегі айтудан жалықпайды, анау тың алудан жалықпайды. Ұлы да, келіні де қызметте. Таңертең ала көлеңкеде кеткеннен қас қарая үйде бастары бір-ақ қосылады. Лажы бітіп, ішінен тынғаны болмаса, Шонай үшін мына өмір еркіңмен кірген түрмеден сәл-ақ артық. Қыз, одан соң шылқыған сулы көктем өтіп, күн жалтырап, жер құрғағанға шейін әрең шыдады да, майдың ортасына таман алды-артына қарамай елге тартты. Шонайды елі бейне айдаудан қайтқан жандай дүрлігіп қарсы алды. Құрдастары құшақтасып көрісіп, кемпірлер жағы көздерін сулады. Қолдан қолға тигізбей қонаққа шақырып, жаз бойы Шонайдың жамбасын жерге тигізбеді. Күн кешке таянғанда пойыз Алматының шетіне де ілікті. Жеттік бе қызым, деп қояды Шонай көңілденіп. Айымжан көзі мөлт етіп төмен қарап күледі. Өзіне Құдай ажарды аямай берген келісті бала. Жолшыбай өзін талай жігіт төңіректеп, қылжақтап мазасында алды. Бірақ солардың біреуіне де езу тартпады. Шонай ішінен осындай қыз тәрбиелеген ұлманға риза болып отыр. Вокзалдан екеуі таксиге отырды да, 2-ші Алматыға бет алды. Шокең шофердің қолына бір қағазды ұстатты. Бұл не ақсақал, деді такси жігіт. Адрес, деді Шонай. Шокең ел аралап қыдырып жүргенде Алматыдан телеграмма келген. Ұлы мен келіні үйді шуа аздау тыныш бір ауданға айырбастаймыз ба деп жүрген. Шамасы сол жобалары іске асса керек. Ұлы, көке, үйді айырбастаттық деп жаңа адресті жазып жіберіпті. Әлгі шофердің қолына ұстатқаны сол телеграмма еді. Шокең көңілді. Көшеден портфелін сүйретіп өткен бала көрінсе, шұқшиып қарай қалады. Әлгі биыл мектепке баруға тиіс жаман немесі едіге жүргендей солардың ішінде. Қанша оқымысты болып кетсең де, асықты ұмыта қоймаған шығарсың әлі. Қызым, жатақханаңа жатарда барсаң да жарамай ма? Үйге түсіп, шай су ішіп кет, асықпа, деп жол серігіне мезірет жасады. Қайтсын, еңбегі сіңді. Өзі бір болайын деп тұрған бала екен. Рахмет ата, кеш түсіп кетті ғой, деп қыз бала ұяла қарсыласып келеді. Әлде Тоқтасының шәкірті болғасын, үйге кіруге жасқана ма белгісіз. Тоқтасында қызық. Бұрнағы жылы осы баланың бағасын қойып бермей, біраз қинапты. Жерлесім деп сүйеудің орнына жөндеп оқысын деп күнші бола қапты. Ол өзі Алматыға жылына бір келіп сырттан оқиды екен. Өзі қыз бала екен. Сонда оның қай жерінен білім шықпақ деп бұл сұмдықты естігенде Шөкең күйіп пісті. Содан көрші ауылда тұратын қыздың әкесі Ұлман шал Шонайға хабар салып, Шонай Алматыға телефон соғып, баласына ұрсып қызық болған. Атасы басқа демесең, көз көріп жүрген адам ғой, қойып бер бағасын, деп зіркілдеген. Елді ұмытып кеткен ұлына. Сол жақсылықты мына қаршадай бала әлі ұмытпаған екен. 3 күн ұдай жол бойы елпілдеп қызмет етті Шонайға. Ой айналайын-ай, баға ашылған бала екен өзі. Келдік, деді шофер. Қаланың батыс қанатын ала, кірпіштей тізілген көп үйлердің бірінің алдына тоқтап, Шонай қыз балаға тағы қолқа салды. Ал қалқам түс, үйге келіп тұрып, іргеден қайтпай енді, деп шын қиылды. Маңдайы жарқыраған қызы бала әдемі жіңішке қасы шытынап, жоқ ата, мен осы машинамен жатақханама барып қалайын, рахмет, деп азар да безер болды. Қыз баланың үйге кірмегені Тоқтасынан шығар деп ойлады шал. Әйтпесе 3 күн ұдай тұз дәмдес болған жақсы жол сергінің бұл үйге бір бас соғып кететін реті бар еді. Шөкең машина кеткен соң белін жазып, қара көлеңке аулада қалқиып сәл тұрды. Есік алдында тізіліп отырған өзі тәрізді кәрі құртаң. Шулап жүрген балалар. Шонайға солардың бәрі бейтаныс.
Едіге көрінбес пе екен деп қараңғыға үңіліп кеп қарады. Көре алмады. Әй күшік қайда жүр екен өзі? Шөкең қоржынын көтеріп иығына салып, есік алдында отырған орыс кемпірлерге жақындады. Шонаев іздес деді. Нешінші квартира? Деді шеткі кемпір, татар екен. 47. Кемпір жоғары қарап, 3-ші қабаттағы балконды көрсетті. Анау үй. Шөкең ұзын бойы имең етіп баспалдақпен жоғары көтеріліп келеді. Бұрынғысы кірпіш үй тәрізді еді. Мынау тас үй ме қалай? 47-ші пәтерге де келді. Әлде қайдан шіңгірлеп құлағына бала үні келгендей болды. Едігесі жүгіріп кеп мойнына асылғандай жүрегі дүрс-дүрс соқты. Есік ашық екен. Табалдырықты аттай беріп, қоржынын тас еденге сылқ еткізіп тастай салды. Едіге, бұл кім? Деген Тоқтасынның үні естілді төр бөлмеден. Біз... көке, шашу удар-дудар, үстінде халаты Тоқтасын көрінді. Едіге қайда? Деп Шонай қоржынын ақтарып, асық толы қалтаны іздеп жатты. Үйлерің құтты болсын, сәл биіктеу екен. Едіге жоқ боп тұр үйде, жоғары шық. Олар қайда жүр, келін қайда? Қазір жоғары шық, Едігенің шешесінің қасында. Баласы желкесін қасып кекеш болып, ішіне бір сырды бүккенде қипақтайды. Шалдың әлгінде есік алдында өрекпіген көңілі бұл кезде су сепкендей басылған. Ат жақты әжім айқыштаған қара сүр өңі түнере қалыпты. Төргі үйге анықтаңқырап қараса, мынау небәрі бір бөлмелі үй тәрізді. Шөкеңнің жүрегі су ете түсті. Иегіндегі айдалада ұмыт қалған шөмеледей шоқша сақалын сығымдап ойланып қалды. Өзі тәрізді ұзын, бірақ әл жуаздау қара баласы қоржынды сүйреп ас үйге беттей берген еді. Кәрі жүрегі бір жаманатты сезіп қалтырап барады. Тұла бойына да бір қалтырау енгендей. Галошын шешіп, темекі иістенген жалғыз бөлменің ортасына таман барып сорайып тұр. Шалдың үлкен көзі аларып, үй ішіне шошына қарағыштайды. Бөлмеде жалғыз кереует, жалғыз столдан өзге көзге ілер мүлік жоқтың қасы. Шетте текшеде біраз кітап көрінеді. Ас үй жақтан шәйнек сылдырлады. Шөкең тізе бүкпестен солай бұрылды. Иттің асыраған төлі, мына үйді жау шапқан ба? Қыбыжықтамай хабарыңды айт тез, деп ақырды. Тоқтасын удар-дудар бұйра шашын тағы бір сипап, өткір көзі жылт етіп әкесіне бұрылды. Беті бүлк етпестен бұның жанынан өте беріп темекі тұтатты да, түтін сорып, жан шақырып алған соң имеңдеп келіп орындыққа отырды. Шал бағжиып одан көз алмай тұр. Көке, өзің көріп тұрсың ғой, несін сұрайсың? Нені көріп тұрмын мен? Атаңның басын көріп тұрмын, иттің төлі. Сөздің ашығын айт, келін қайда, бала қайда, деп тағы ақырды шал. Ақырын көке, көршілер шоштарсың, деді баласы қабақшытып. Сөздің ашығы, ажырасып кеткенбіз. Ажырасқаны қалай? Көке, ол ұзақ жыр. Едіге қайда, иттің тапқан төлі. Ажырасып қана емес, атысып неге кетпеңдер? Бала қайда? Көзі жарқ етіп, Шөкең баласының жанына жұдырығын білеп жетіп барды. Алып қалған, есік кіргенше шешеден айырмайды баланы. Заң солай, деп Тоқтасын шалдың екпенінен сескеніп қисая берді. Мә заң. Шөкеңнің ашумен сілтеген жұдырығы Тоқтасынның құлақ шекесіне сарт етті. Тоқтасын құлағын сипалап, бөлмені айнала қашты. Доңыз, қартайғанда көрсетпек әуселең осы меді? Шөкең жөндеп бір орайын деп ұмтылса, Тоқтасын бұлқып ұстатар емес. Ентігіп ақыры шал тоқтады. Басындағы жапырайған ескі қалпағын, үстіндегі қызғылт жібек шапанын шешіп, керует басына ілді. Едігені тап, әйтпесе сенімен әңгіме басқа болады, деп ентігіп, тізе бүкті керует жиегіне. Тоқтасын сөніп қалған шылымын қайта тұтатты. Көке-ау, таппақ тұрмақ маңына жолатпайды. Иттің төлі, деп көзі шақшиып шаңқ етті Шонай. Заңыңды қалтаңа салып қой әрі, Едігені тап, әңгіме сол. Өзі былай тұрсын, Едігенің басқан ізінде көрсетпеймін деп ант ішіп отыр ол. Әлгі шешесі. Маған да көрсетпей ме? Көрсетпейді. Соншама, ол не қылған, Құдайдан безген жан? Қой әрі, ашуланса саған ашуланған шығар. Мені мен Едігеде не шаруасы бар? Ертіп бар мені. Болмайды көке, босқа тілі тиеді, сыйламайды.
Әй, иттің төлі, сонда өстіп қот земді құшып, айдың күннің аманында баладан айырылып отыра береміз бе? Атам келеді деп екі көзі төрт болып күтіп отырғаны қайда едігенің? Айттым ғой, мен ажырасып қана қоймай, атысып кетсеңдер де мені едігені менен айыра алмассыңдар. Шал сөзінің соңын жұтып, қалтасынан орамал алып, көзін сүртті. Тоқтасын безірейіп, темекісін сорғылап отыр. Сүттей үйіп отырған үй емес пе едің? Бұл не көрініс сендерге? Айдың күннің аманында өз ұяларыңды өздерің бұзып. Ол ұзақ жыр дедім ғой, көке. Сені адам болды деп қолыңа келіп жүрген мен де ақымақ екенмін. Сені арқа көріп жүрген артыңдағы ел де ақымақ екен, деп күрсінді шал. Шөкең содан шапанын жамылып теріс қарап жатып алды. Тоқтасын қайнатқан шайдан да татып алған жоқ. Басының қаны тасып, ыстығы көтеріліп, Тоқтасын түн ортасында үйге дәрігер шақырды. Укол салғаннан кейін ғана Шөкеңнің аздап жаны тыншыды. Содан сәске түсте бірақ оянды. Онда да көлденең бір тықырдан оянып кеткен еді. Көзін ашса, бөлме іші самала жарық. Тоқтасын әлде қашан тұрып, қызметіне кетіп қалған сияқты. Төсек орны жинаулы жатыр. Кук-кук деген үн шықты есік жақтан. Жіңішке әйел үні. Мынау несі деп шал шошып кетіп, төсектен басын көтерді. Ку-кук деп тағы сұңқ етті дауыс. Иесі көрінбейді. Болғайсың, шалдың үні қатқыл шықты. Сым киіп, сыптай болған бір бейтаныс қыз бала есік жақтан бой көрсетті. Иығында дорбасы, кекілі маңдайына түскен, үріп ауызға салғандай әдемші қыз бала аузы ашылып Шонайға қарап қалыпты. Аман бабалам, төрлет, деді Шөкең, шапанын иығына жамылып жатып. Сәлеметсіз бе, деді қыз бала даусы сыңғыр етіп, бет ұшы лып қызарып. Тоқтасын үйде жоқ па? Қызметінде болар. Извините, сау болыңыз, деп қыз бала есікке жалт берді. Бейне бұл ұстап алатындай зып беріп шыға жөнелді. Шөкең түкке түсінбей аңырып отырып қалды. Бұнысы несі жасаған ем, ұялып тұра қашқаны несі? Шалдың ойы сан-саққа жүгірді. Әлде сабақ жөнінен Тоқтасынды іздеген студент пе, әлде нәлет мына баласы құрмаған, ажыраспай жатып үйленудің қамына кіріскені ме? Бейтаныс қыздың бұл бей-сау келісін қалай жорырын білмей Шөкеңнің басы қатты. Есіне кешегі өзімен бірге елден келген жібектей есілген қыз бала Айымжан түсті. Қатын сұрап бара жатса, сол қыз қолайлы ғой. Мынауың жаратылған аттай борбай сорайып қатын болып жартар дейсің бе? Ұлы түсте келді. Сені сұрап, түрікпеннің текесіндей ұзын борбай бір қыз келіп кетті, деді шал. Дей сал Тоқтасын, өңі нем құрайды. Алжапқышын беліне байлап, жеңін түріп, ас үйге қарай өте берді. Оны қылған бала, деді шал тамағын кенеп. Студентім ғой, бір шаруамен келген ғой. Тоқтасын ас үйді түтіндетіп жүріп бір нәрсе шыжғырып жатыр. Ас үстінде шал, сонымен сен жөніңді айтшы. Ажырасқанның түр-түрі болады деп естуші едік. Сеніңкі қай ажырасу? Орнына қайта келетін ажырасу ма, әлде ат құйрығын кесіскен ажырасу ма, деді. Түбегейлі, сот арқылы. Бұл сонымен біткен шаруа. Шөкең ләм-мимсіз отырып қалды. Тоқтасын әкесінің тұңғыш рет шарасыз жетімсіреген халін көріп аяды. Бірақ не істейді? Бұл үй болмайын деген жоқ. Келіншегінің мінезі тым солақай, алған бетінен қайтпайтын қатал болып шықты. Оның үстіне бұл да жастықтың шалығымен шалқимын деп шалқасынан түскені бар. Құрысын не де болса өтті, кетті. Құтырғаннан құтылған. Кеше пойызда Олман шалдың осында оқитын қызымен бірге келдік. Өзі бір мың болған бала екен, деді Шонай біраздан соң. Тоқтасын үндемеді. Сіріңке қара өңі сазарған күйі сазарып отыр. Басы ауырып қалған Шөкең шайдан молырақ ішті. Түс қайта кілттің біреуін Шөкеңнің қолына ұстатты да Тоқтасын қызметіне кетті. Шөкең қоржынды шешіп, асық қалтан алып, мол бешпентінің төс қалтасына салды да есікті бекітіп көшеге шықты. Ақшасын төлесе, такси жарықтық сұраған жеріне алып баратынын біледі. Көшенің арғы бетінде такси аялдамасы бар еді.
Шөкең тізіліп тұрған таксилерге жақындап, алғы шептегі біреуінің есігін ашты. «Қайда?» деді такси есінеп. «Қазақ мектебіне алып баршы балам». Қазақ мектебі жалғыз емес ата бұл қалада. 1 класты оқытатын қазақ мектебіне. Деп ойланып қалды шофер. Отырыңыз. Ұлы келінінің жаңа адресін айтқан жоқ. Сондықтан Шөкең немересін мектептен тауып алам деп ойлады. Қаланы 2 айналып шығып, бір мектептің алдына келіп тоқтады бұлар. 8 сом деді шофер. Еңбегі бар ғой деп Шөкең 10 сом тастады. Мезгіл кіші 5 кезі. Мектеп ауласы доп қолап оңды-солды жүйткіп жүрген өңшең қара домалақ балаларға толы. Шөкең солардың қалың ортасында сопайып тұр. Кейбір тәмпіш мұрындар «Сәлеметсіз бе ата?» деп күліп өтеді жанынан. Шөкең мәз болып «Саламат бол қалқам» деп сәлем бергендеріне айналып кеп шұқшия қарайды. Әлгінің едіге емес екеніне көзі жеткеннен кейін «Әй балам тоқта, осында 1 класста оқитын балалар бар ма?» дейді. «Бар» дейді қайырылып тоқтай қалған бала. «Шонаев едігені білесің бе?» деп Шөкең ұзын бойы 2 бүктетіліп еңкейе түседі. Бала бас шайқап, жүгірген балаларға еріп, жылыстап тайып тұрады. Шөкеңді 1 классқа ересектеу бір қыз бала ертіп апарды. Беу айналайнай, бұны қолынан жетектеп келеді. Сабақ басталғалы жатыр екен. Мұғалім бір егделеу, самайына ақ түскен әйел кісі екен. «Ондай бала бізде болған емес атасы», деп Байсалды жауап берді. «Ал балам, ендеше бұл маңда басқа қазақ мектебі бар ма?» «Бар, осы Киров көшесінің бойында атасы, алыс емес». Шөкең көшедегі жұрттан сұрай-сұрай ол мектепте де тапты. 1 класс дегеннің көкесі сонда екен. Балаңыз А-да ма, Б-да ма? Бұл жерде В, Г, Д дейтін класстар да бар. Қалқама осы биыл 1-ге баратын еді балам. Фамилиясы Шонаев қой. Өзі едіге дейтін 2 ұрты салбыраған, нағашысына тартып кеткен томпақ сары бала, деп сайрай жөнелді Шөкең. Сабағы басталып, асығып тұрған мұғалім келесі классқа сілтеп жіберді. Келесі класста да әлгіндей сұрақ жауап қайталанады. Кейбір класстарға Шөкең баса көктеп кіріп те барды. Сабақтан жалығып отырған өңшең жапырлаған майда балалар алғаш шапаны сүйретіп кіріп келген ұзын бойлы ақсақалға таң қалып қараса, лезде «Ата, Шопан ата, сәлеметсіз бе?» деп қоралы қозылақтай жамырап, шулап қоя береді. Шөкең мұғалімді ұмытып балалармен болып кетеді. Бірақ едігесі мұнан да табылмайды. Қаладағы қазақ мектебінің аздығы немересін іздеген Шөкеңе әбден ыңғайлы болды. Ерегіссе кешке дейін-ақ солардың бәрін адақтап шығатын түрі бар. Шөкең тағы да таксиге қол көтерді. Кешке дейін Ленин проспектісінің бойындағы және Байзақов пен Ғабдуллин көшелерінің қиылысқан жеріндегі қазақ мектептеріне барды. Шонаев едіге екеуінде де оқымайтын болып шықты. Үйге титықтап кеш оралды. Күні бойы бұның не бітіргенін баласы сұраған да жоқ. Бұл айтқан да жоқ. Бірақ шаршаған кісі ашуланшақ болады ғой. Баласын жаман көзімен атып, басы жастыққа тигенше ұрсып шықты. Әйтеуір такси жарықтық пұлын төлесең зырлап тұр. Ертесінде кешегі жазып алған адреспен 1 Алматыдан бір-ақ шықты. Теміржолшыларға қарасты қазақ мектебі екен. Шонаев едіген іздеген шал ол мектепті де бір дүрліктірді. Енді Шөкең бас сұқпаған жалғыз-ақ мектеп қалды. Ол мектеп өзі жаңадан ашылған 6 микроаудан дейтін жерде көрінеді. Жарайды, оны да көрейік. Шөкең де машина ұстап зырлатып отырып Алматының 2 шетіне тартты. Әйтеуір осы қалада болса таппай қоймаспын дейді іштей. Мұң болған такси қаланы қырық айналып шарқ ұрып іздеп, әйтеуір таптау әлгі мектепті. Такси өзі бір елгізек жақсы жігіт екен. Қолына мол ақша тигеннен кейін тіптен ықыласы өзгеріп кетті. Шөкеңнің алдына түсіп, бүлкектеп желіп берді. Мектепке де өзі алып кірді. Сабақ жүріп жатыр екен. Дәлізде жан жоқ. Жабул есіктердің ар жағынан қозыдай маңырап, балалардың дауыстары естіледі. Такси бала бір есіктің алдына келіп іркілді де, саңлаудан ішке сығалап қарады. Сабақ жүріп жатыр деді. Сөйтті де ақырын есікті қақты. Есік ашылып, ет жеңді, домаланған сары өңді әйел бой көрсетті. Қазақшалап амандасты. Татар екен. Кешіріңіз деді такси бала. Мына ақсақал немересін іздеп жүр екен. Аты жөні Шонаев едіге. 1 классқа барған көрінеді биыл. Сізде жоқ па ондай бала?
Шонаев едіге ме? Деп әйел Шөкеңе назарын ірікті. Ондай бала болған. Шөкеңнің жүрегі лықсып аузына тығылды. Деп даусы шығып, тілі күрмеліп, әйелге еңкейе түсті. Әйел әле, бірақ шешесі бір айдай бұрын келіп ол баланы алып кеткен, деді. Шалдың бетіндегі қыртысы жазыла берген әжімдері қайтадан қатпарлана қалды. Аллай, деп шаншу тигендей бүрісіп, жанындағы скамейкаға отыра берді. Әйел шалға бір, жас жігітке бір жалтақтап қарап сасып қалды. Ақсақал, бір жеріңіз ауырады ма? Деп такси жігіт Шөкеңе еңкейді. Шондай екі бүктеліп, маңдайын үнсіз уқалап отыр. Сөйткенше қоңырау соғылды. Шөкең азда болсын ес жинады. Басын көтерсе, такси бала әйелге бұрылып, бұның жайын түсіндіріп жатыр екен. Әйелдің де қабағы шытылып, бас изеп тұр. Балалар шуылдап дәлізге шықты. Жүріңіз, ақсақал. Әйел Шөкеңді қолтықтан демеп, шығар есікке қарай қатар жүрді. Екінші қолтығынан такси бала демеп келеді. Атасы, немереңізді бұл мектептен іздеп, бекер әуреленген екенсіз, дейді әйел мән-жайды ұққаннан кейін. Едігені шешесі орыс мектебіне берем деп, бұл жерден шығарып алып кеткен. Қабілетті ақ бала еді өзі. Айырылғым келмей, біраз тырысып көріп ем, шешесі көнбей қойды. Ой Аллай, деп бас шайқай берді шал. Аулаға шыққан соң әйелге, ал енді қалқам, енді сол баланы табудың жолын айт. Әкесі мен шешесі қарғысқа ұшырап, ірге бөлектеп, немересін іздеп, екі ортада сенделіп қалған бейбақ шал деген біз боламыз, деді. Атасы, қайдан білейін, қайсына берген қайдан білейін, берсе баланы осы маңдағы мектептің біріне беруі тиіс. Өйткені осында едіге үнемі жаяу келетін сияқты еді. Үйі де алыс болмаса керек осы маңнан. Мың болған такси бала, ата отырыңыз, мен сізді және бір мектепке алып барайын, деді. Екі көше өтіп және бір мектептің есігін ашты бұлар. Такси бала Шөкеңе күте тұрыңыз деп өзі жүгіріп ішке еніп кетті. Әлден уақытта бас шайқап, тауы шағылып қайта шықты. Жоқ, деді. Журналдан қараттым, жоқ. Содан кейін Шөкең такси балаға рұқсат берді де, әлгі мұғалім едіге осы маңда тұрады деген соң, олай-бұлай жүрсем көзге түсіп қалмас па екен деп, көшені жаяу аралап кетті. Өткен-кеткенде тоқтатып, жүріп келе жатқан көшелерінің атын да жаттап алды. Демек, осы маңда тұратын болғаны ғой. Дұрыс, қайда қашармын дейсің? Мына терезесі жапырлаған үйлерде өмір бойы отырып қалмай, әйтеуір сыртқа бір шығарсыңдар. Ақыры бір көзге түсерсіңдер, дейді Шөкең. Едіге енді табатынына көзі жеткендей. Кешкісін үйге діңкесі құрып, шаршап қайтты. Келе жамбастап құлай кетті. Көке-ау, күні бойы қайда жүрсің деген ұлына да тіл қатқан жоқ. Шапанын басына бүркеп, теріс қарап жатып алды. Бірақ көз шырымын алып, тыныққаннан кейін ғана шай үстінде күн ұзын мектеп аралап, едігені іздегенін аңғартты. Тоқтасын шошып, ойбай-ау, көке-ау, осынша әлек болғанша менен неге сұрамадың? Ажырасқан күннің ертеңіне-ақ фамилиясын өзгертіп жіберді ғой едігенің. Бізге жолатпаудың амалы, деп тоқтасының қабағы түсіп, төмен қарады. Бұрынғы мектебінде жүргенде барып тұрушы едім, бірақ балаға да өзіңе де қиын екен. Әсіресе балаға. Соны ойлап, көрінбегенді жөн көрдім. Қайтесің, көке? Өзгертпек тұрмақ, өртеп жіберсе де қоймаспын. Күлін қалдырса да табармын. Өңшең азғын, деп бұрқ-сарқ еткен Шөкең қолындағы кесемен жіберіп ұрды баласын. Кесе тоқтасының басынан асып барып, қабырғаға соғылды да күл талқаны шықты. Осыдан кейін не істеп, не қойып жүрген ұлына айтуды қойды. Күздің қара суығының арты ұзамай қарға айналған. Соңғы айдың ішінде Шөкең бармаған жер, баспаған көше бол қалада кемде-кем. Рет келсе көлікпен, келмесе жаяу аралайды. Баяғы жаманшылық жылдары үстірттен 5 қалаға жаяу асқан Шөкеңе тәйірі бір қаланы айналып шығу сөз боп па? Галошы сарпылдап, көше бойлап, имеңдеп тарта береді. Талай кісіні іркіп, талай кісіден жөн сұрады. Жақсылар көп қой. Талайы жолынан қалып, бұл сұраған жерге дейін жеткізіп де салады. Мектептен мектеп қалмады араламаған. Таксиден ақша аямасаң, олар да уақытын аямайды. Баяғы мал мүлікті сатып, Алматыға келерде қалтасында 10 000 сомдай ақша болатын. Оның 5-еуін келе салысымен қаржылар жетпей жатқан ұлы мен келініне ымпыртной гарнитор алуға берді.
3.000 сомын жан бар жерде қаза бар ғой деп кассаға салдыртты. Қазіргі шашып жүргені содан қалған ақша ғой. Шөкең әсіресе көп аялдайтын аудан едіге осы маңда тұруға тиіс деген төңірек еді. Бұл араның қазір әр үй, әр бұрышын жаттап алатын халге жетті. Қойын қалтасында асығы. Тірі жүрсем, едігені әйтеуір бір кездестірермін деген үмітпен салпиып келе жатады. Қай үйде тұратын білмесе де, әйтеуір Османға келсе, едігесі бір есіктен ата деп жүгіріп шығатындай бауыр еті елжірей бастайды. Портфель көтеріп келе жатқан бала көрінсе, әй балам тоқта деп іркіп алып, едіге деген баланы танымайсың ба қалқам деп жөн сұрайды. Бұл қалада не көп, бала көп. Солардың ішінде едіге тұстас кішкентай оқушыларды Шөкеңнің көзі көргіш ақ. Қай мектепте оқысын, бір білсе, едігені осы балалар білуі керек қой. Олардың көбі Шөкеңе жауап бере алмай, көздері жәутеңдеп қысылып қалады. Мен білмейді деуге тілі әрең келіп, жылыстай береді. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген аталы сөздің растығына таң қалып, көше бойлап имеңдеп келе жатады Шөкең. Өңшең ақшам көздің жауын алардай қызыл-жасыл киінген қала жұртының арасында бұл көзге шыққан сүйелдей бүгін болмаса ертең ұмтылуға тиіс ескі жұрнақ екенін сезеді. Әу кәрия жол болсын деп кейде өзі қатарлас ескі көз шалдар да кездесіп қалып жүр. Бірақ соның бәрі мына Шөкеңе түсініксіз құж-құж қала өмірінің қонағы іспетті. Кеш қараңғысы үйірілген. Құрсын көз байланбай тұрғанда үйге жетіп алайын деп, көше жиегіне тоқтап, мәшине біткенге қалбалақтап қол көтере бастады. Тұрған жері аялдаманың қасы еді. Өстіп жүргенде ең болмаса баяғы Айымжан дейтін қыз балада кездеспейді екен. Сауаты бар ғой. Едігесін әлдеқашан-ақ тауып берер еді. Аялдамада көк белдеулі кебеже қарын автобусқа жұрт жапа-тармағай асығып жатыр. Аздасын автобус зор ышқынып ауыр қозғалды. Сыймаған жұрт жүгіре түсіп, ағып-тамып кейіндеп қалды. Автобус бұның тұсынан өте бергенде көзі тоқтағалы келе жатқан бос таксиге түсті. Сол сәт әлдеқайдан ата, ата деген бала айқайы шықты. Шонай жалт бұрылып, жан-жағына қарады. Қапелімде дауыстың қайдан шыққанын аңғармай қалған. Сөйткенше автобус терезесін қос қолдап ұрып бара жатқан едігені шалып қалды көзі. Тұра ұмтылды. Ата! Бала даусы абашшы естіліп ұзай түсті. Автобус баланы алып қашқан кебеже қарын мақұлықтай жүрісін үдетіп безіп барады. Тоқта, әй тоқта, едіге деп далақтап, тонының етегін жел кеулеп, тротуармен ұшып келеді Шөкең. Ақтарылып, жол бере серпілген, жұртта шаруасы жоқ. Барақ ата пірне сыйынып, ызғып келеді. Иә, жары бола көр, деп сарнап келеді. Байқаса көгал автобус келесі көшені кесіп өтетін тұста іркілгендей. Я Алла, деп Шөкең одан сайын далақтап ұмтылды. Әй көктемір, қолыма бір түссең еді, деп тістеніп жүгіріп келеді. Қолына бір тисе, иман шыны айырылмас еді автобустан. Айырылмас еді. Едіге, деп дауысы тарғылданып, айғайлап, жаны шырып келеді. Құлағы азан-қазан у-шуға бітелгендей. Дүние аталап айғайлаған титімдей едігенің ащы даусына лықа толып, астан-кестен шайқалғандай. Көше бойлап жын қуғандай далақтап жүгірген шалға жұрт аң-таң қайырылып қарайды. Алдындағысы үрке жол беріп, ошарылып қалады. Шөкең көз айырмай келе жатқан көгал автобус қайта шабыс алып, ара үзуге айналды. Шөкеңнің жаны мұрнының ұшына тақалды. Тоқта деп аса таяғын көтеріп, екпіндеткен қалпы қатты ышқынды. Солақ екен табаны таптаурын, қатқақ қарға тайып кетіп, аяқ-қолы ербеңдеп, ұзын тұра шонай шал, мұрттай ұшып, көк асфальтқа қанатын жая құлады. Оң жамбасы мұзға ма, тасқа ма қатты соғылды. Таяғы қайда түскені белгісіз, асығы да шашылып қалыпты. Оған көңіл аударуға мұрша жоқ. Екі көзі ұзап бара жатқан автобуста. Бар күшін салып, шапшаң ұмтылып түрегеле берді де, қиралаң етіп тағы құлады. Бұл жолы тайған жоқ еді. Жамбасы жан кетіп қалғандай зілдей екен. Көзінен жасы ыршып кетті. Әттеген-ай деп қос қолдап жер таянды. Көз алды болдырап, енді автобусты көре алмады. Бір бала жігіт әлде қайдан бұның таяғын тауып әкеп, қолына ұстатып жатыр. Екінші қолымен қолтығынан сүйеді. Шал тістеніп,
тұрмақ болып еді, бірақ зілдей бөксесін көтере алмады. Көзін жұмып тістеніп алған. «Тұра аласыз ба, ақсақал?» деді жігіт. Шөкең бас шайқады. Көзі жұмулы. «Тимеңіз», деді екіншісі. «Жамбасы сындау деймін». Қатты құлады. «Тез дәрігер шақыру керек». «Дұрыс, жедел жәрдемге телефон соқ, тез», деп қауқылдасты. Бұл кезде төңірегін қоршай жиналып қалған жұрт. Шөкең көзі жұмулы тротуар шетінде сұлап жатыр. Ерні жыбырлайды. «Бір нәрсе деп жатыр», деді тұрғандардың біреуі. Сөйткенше екінші біреуі еңкейіп келіп құлағын тосты. Шөкең «Өй әттеген-ай» деп көбірлеп жатқан еді. Бірақ жұрт ерсілі-қарсылы жүйткіген машина көрілінің жанында мына ыңырсыған шал үнін қалай ести қойсын. Соңы. Смағұл Елубай. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Әдебиет сүйер зиялы қауым. Әрі қолдау ретінде бізге лүпіл басуды ұмытпаңыз. Әдеби құралдарды ұсынып, сіздерге пайдалы болғанымыз үшін қуаныштымыз. Әдебиет сүйер достарыңызға сілтемені жіберіп, қызықты әңгімелерімізді бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақ аудиокітаптың тыңдарманы болғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.